Жігіт адам болғаннан кейін енді сапарда көп жүреміз ғой жігіттер. Сол сапарда болған бір қызық оқиғалардың біреуін айтып берейін. Осы Шымкенттен Алматыға қарай келе жатқанымда Шақпақ Баба деген ауыл бар. Жолдың үстіндегі ауыл, бір алмалы ауыл. Сол ауылда бір шағын ғана мешіт бар. Марқұм Хазірет Әбсаттар қажы Дербісәлі салдырған мешіт қой. Сол бір сапардың бірінде қайтып келе жатып Алматыға қарай сол мешіттің имамымен танысып қалдым. Бір жақсы әңгімелесіп қалдық. Маған бір құрмет оянды ма екен, мені бір сыйлағысы келді ме екен, қолыма қояр да қоймай алмайым дегеніме қарамай 1-2 килограмм алманы ұстатып жіберді. Жаңағы алмалы ауылдың сыйы ғой енді былайша айтқанда. Ойымда ештеңе жоқ. Алматыға жете бергенде бір жетімдер үйінде тәрбиеші болып жұмыс істейтін бір апайымыз бар еді. Сол кісі хабарласып қалды. Осындағы бір кішкентай баланың туған күні еді. Соған анау-мынау бір ала келесіз ба деп өтініш айтты. Енді жолдың үсті қиын шаруа емес. Оны-мұны анау-мынауымды алып 1-2 пакетін көтеріп деген сияқты жетімдер үйіне соға салдым. Жаңағы сондағы көрініс әлі күнге көз алдымда да. Жаңағы алманы да сол жетімдер үйіне қалдыра салдым. 1-2 килограмм алма дегеніңіз қанша енді бір 10-15 тал шығар енді. Сол 10-15 тал алманы жетімдер үйінде тәрбиеленіп жатқан бір топта сол 10-15 бала оқиды екен, біреуден үлестіріп берді ғой жаңағы апайымыз. Ойланып қалдым да енді осы нәрседен бір 2 нәрсені өзімше түсіндім. Бірінші, рызқы несібе деген нәрсе қайда жүрсеңіз де бір артыңыздан соңыңыздан қуып жетеді екен, маңдайыңызға жазылған нәсіп деген бәрібір сізге бұйырады екен. Сонау Түркістан облысының бір түкпіріндегі кішкентай ғана мешіт ауласындағы алманы Алла тағала бір жетімдер үшін пісіріп баптап өсірген екен ғой. Мені бір мешітке бұрылтып, ол имаммен таныстырып, имамның маған көңілін сүріп, маған бір алма сыйлатқанда Алла тағала мені Шақпақ Баба ауылынан Алматыға алманы әкеп беру үшін бір қолданған екен ғой былайша айтқанда. Екінші бір айтайын деген нәрсем, өзі бір жақсы істің жазасы, сауабы бір екінші жақсы іс деген сөз бар ғой. Өзің мешіт қызметінде болсаң, бір имам болсаң, былайша айтқанда бір таза жүріп, таза тұрған жақсы адам болсаң, қандай да бір майда шаруа істесең де бір сауабын Алла тағала кемітпей, керісінше өсіре береді екен ғой. Бір қарағанда жай ғана маған мешіт имамы алма сыйлады. Ол мешіттің имамының қазір аты да есімде жоқ, түрі де Құдай біледі есімде жоқ шығар. Сол бір сыйлығын, ниетін Алла тағала еселеп жетімдерге жегізуді Алла нәсіп еткен екен да. Айтайын дегенім, жақсылық жолында жүрсек, жолымыз әрқашан ашыла береді екен ғой жігіттер.